Маркетолог қалай таңдаймын, маркетинг командасын қалай жинаймын деген сұрақ. Бұл сұрақтың артында сіздің жетістігіңіз, компания ретінде, бренд ретінде болуыңыз және вообще көп ақша табуыңыз, табысты болуыңыз, елге қызмет етіп, садақа таратуыңыз барлығы осы бір сұрақтың артында жатыр. Егер сіз қалай мен маркетолог жалдай алам, дұрыс маркетолог, есі дұрыс, қалай мен мықты команда, жүйелі команда құра алам деген сұрақтың аясында сізде қабілет болатын болса, онда сіз кәсіпкер ретінде бір белгілі бір нәрсеге жеткен, көзқарасы қалыптасқан бір тұлғасыз дегім келеді. Сондықтан бұл сабақ пайдалы болады деген ойдамын. Кеттік бастайық. Жалпы бұл тақырып, бұл HR тақырыбының бір бөлшегі, яғни адам ресурстары, маркетинг болғанымен тура осыны қалай мен продажник таңдаймын, қалай финансист таңдаймын, қалай бухгалтер таңдаймын, қалай директор таңдаймын деген сияқты тақырыпқа да өзгертуге болады. Бірақ біздің компетенция маркетинг болғандықтан біз маркетолог деңгейінде жауап беріп көрейік. Қандай нәрселер маңызды, қандай затта фокус болу керек? 4 нәрсе. Біріншісі, маркетологтың немесе команданың білім деңгейі, маркетологтың немесе команданың өнімділігі, яғни продуктивності. Болар сол нәтижені жасай ала ма, жасай алмай ма? Білімі болып жасай алмайтындар болады. Еріншек болып, энергиясы жетпей, уақыты жетпей, мүмкіндігі жетпей. Және де, әлі білім деңгейі жоқ, бірақ бұрын күшті результаттар көрсеткен. Адам ретінде продукт нәтиже дегенге жете алған деген сияқты разницасы бар. Үшінші нәрсе бұл мотивация. Қаншалықты адам мотивирован вообще сіздің компанияңызда жұмыс жасауға, және де төртіншісі бұл жеке қабілеттер. Адам вообще қандай жауапкершілік ала ма, соңына дейін апара ала ма, 4 задача берсең есі шығып қала ма, жоқ па, коллективтің ішінде бір энергетикасы, адамдарға деген сүйіспеншілігі, бір эмпатиясы бар ма деген. Осы 4 сұрақтың аясында біз сіздермен маркетинг команда құру керекпіз, маркетолог таңдау керекпіз. Сол кезде ғана бізде бір нәтижелер пайда болады. Біріншісі, әрине, өнім. Өнім деген нәрсе не? Қалай біз ол нәрсені тексереміз? Вообще адам өмірінде бір нәтижеге жеткен ба? Продуктивность. Яғни ол продуктивность деген, өнімділік деген сөздің артында адам бұрын бір нәтижелер көрсеткен ба, жоқ па? Осы сұрақтың аясы жатыр. Мүмкін ол енді бастап жатқан маркетолог болуы мүмкін, бірақ ол мектепте староста, кезінде бір олимпиада ұйымдастырған, спорттан кандидат мастер спорта, Құраннан қари шығар, оның барлығы нәтиже. Оның барлығы продукт, оның барлығы адамның бір табандылығын нәтижеге келген кезде бір нәрсе істей алатынын көрсетеді. Бірақ егер де сен адамнан ондай ештеңе таба алмасаң, неге ол сенің компанияңа келген кезде вообще боқ бітіру керек деген үлкен сұрақ бар. Сондықтан да біз не істейміз? Адамның өткен шағына қараймыз. Сұхбат кезінде, интервью, собеседование кезінде адамның өткен шағына қараймыз. Мысалы, мен ассистент таңдаған кезде мен өзіме дебаттан координатор болған адам іздедім. Неге? Себебі дебат адамның бір көзқарастарын әртүрлі тақырыпты зерттей алатынын білдіреді. Критический мышлениясын, координатор, оның ұйымдастырушылық бір сондай қабілеттерін береді. Мен ассистент алған кезде, кезінде ол ассистентім мектепте бір олимпиада ұйымдастырған болып шықты. Мен сол үшін алдым. Менің қазіргі директорым, мысалы үшін, тоже нәтижелері керемет. Маркетингтан басқа, компаниядан басқа, ол спортсмен, кандидат мастер спорта, таеквондист деген сияқты. Осылай сіз осы бір дүниелерді көруіңіз керек. Вообще қолынан бір нәрсесі келетін адам алған өте маңызды. Тағы бір маңызды дерек, осыны жаттап алсаңыздар, көп ақша үнемдейсіздер. Қолынан боқта келмейтін адам бірінші аптада соны көрсетеді. Егер қолынан боқта келмесе, ол бірінші аптадан кейін бір екінші, үшінші аптада, төртінші айда бірдеңе туады деген әңгіме жоқ. Егер ол бір аптада нәтиже көрсетпесе, болды, стажировкадан өтпеді, простите меня. Егер де ол нәтиже көрсете алмай бір ырбыңдап жүрсе, 2 аптадан кейін ол бір сеніп, бірдеңе сіздердің дұғаларыңыздың арқасында өсіп шығады деген утопия. Себептер әлемінде адам продукт жасай ала ма, нәтиже жасай ала ма? Жасасын. Екінші нәрсе, білімі деңгейі. Маркетингті қалай біледі? Түсінеді ма, түсінбейді ма? Білмеймін. Қандай деңгейде? Өтірік біле ма, білем деп ойлайды ма, немесе конкретно біле ма? ChatGPT-ға сұрақтар жазып алыңыздар. Мен маркетологтан не сұрау керекпін деген сияқты. Егер де өзіңізде маркетинг бойынша ешқандай картина мира болмаса. Бірақ менің ойымша, кез келген кәсіпкер, мен алдыма финансист келсе, мен финансисті эксперт ретінде, бір нәрсе білетін адам ретінде, сен өткен компанияда, единый платежный день сенде болды ма? Финансовый планирование қалай өтті? Условно, сондай бір деңгейде сұрақтар қойып,
OPU DDS-тарын қарап деген сияқты да, ондай вообще қолдана ала ма жоқ па? Бір белгілі бір деңгейін қарай аламын, менде экспертность бар. HR маманынан тоже мен көптеген нәрсе туралы HR-лармен сөйлесе алам, білмеймін. Онбординг туралы сөйлесе алам, мотивация сотрудников туралы сөйлесе алам. Компанияның ішіндегі внутренняя академия туралы. Тура сол сияқты мен робпен де, тура сол сияқты мен маркетологпен де сөйлесе алам. Сондықтан маркетологты вообще жұмысқа алу үшін маркетинг туралы бір нәрсе білу керек. Өздеріңіз істеп керек емес, бірақ жалдаған адам ол нәрсені жасай ала ма, жасай алмай ма, қалай тексересіз? Сіз одан не туралы сұрайсыз? Вот қараңызшы, вопрос, үлкен вопрос. Қазақтарда өкінішке орай осындай ремонт жасайтын компания таңдаса да экспертность жетпейді ананы алуға. Сенді дұрыс деп сұрай алмаймыз да біз ештеңе. Электричествоны өткізуде кернеу деген сияқты. Тура сол сияқты маркетингта да сен. Маркетингді стратегияны қалай жазасың? Контент план жазу барысында технологияңды маған бір түсіндіріп берші, описать етіп берші. 1, 2, 3, 4, 5 контент план, 1, 2, 3, 4, 5 маркетинговый стратегия, 1, 2, 3, 4, 5 менің ойымша маркетингта осы бір инструменттер ең маңызды рөл атқарады деген нәрсені сен анализ жасап, мынау дұрыс айтады деп айта аласың ба, немесе ол сен құлақтан теуіп кете ма? Өте үлкен сұрақ. Тура сол сияқты, егер де сен HR бөлімінде білмесең, сен өкінішке орай одан сұрай алмайсың. Ал бұрынғы компанияңда вообще жеткен нәтижеге сен өзің жеттің бе, или қасында көмекші болып су тасып, тассай ашып беріп, нені ұстап тұрдың ба, орамал демеп. Немесе шынымен де білмеймін, X2 оборот, 150 миллион оборот жасаған ішіне сенің бір вкладың, сенің бір қосқан үлесің бар ма жоқ па, осыны тексеру, яғни адамның білім деңгейін тексеру. Білмеймін, менеджер болса то же самое, менеджмент болса, отдел продаж бойынша болса. Неге? Себебі компанияға қандай адам келеді, міндетті түрде компанияның иесінен кішкентай калибрдағы адам келеді. Немесе HR-нан, вот то же самое. Мықты HR болса, мықты мамандар келеді. HR болмай сен өзің кәсіпкер ретінде алсаң, то же самое, сен фуфло маркетингті білсең, саған скорее всего құлақтан теуеді. Окей, не суть. Егер сен маркетолог болатын болсаң, білім деңгейін тексересің, сұрайсың. CPL деген не, SATS деген не, воронкада білмеймін, там конверсияны на жерін неткен кезде сценарийда былай болғанда мынандай бір есепті шығара аласың ба деген сияқты бір есеп бересің де тексересің. Контент план болатын болса, білмеймін, там бір апталық контент план жазып бер, ол қандай показательдарға әсер етеді деген сияқты бір дүниені бересің. То есть білмеймін, демонстрация жасайсың. Үшінші нәрсе бұл мотивация. Адам вообще қандай мотивациямен келді? Ақша үшін келді ме, кейс жасау үшін келді ме? Білмеймін, жоқ, маған осы компаниядағы Ақсұлтан Қалиевпен жұмыс жасау ұнайды, мен оның тәжірибесін алғым келеді деп келді ме? Немесе жоқ, мен Алаш үкіметі сияқты осы Қазақстанның экономикасын көтерем, адамдарды сауатты қылам, маған бизнес жасаған ұнайды, мен атқа мінер тұлғамын, білмеймін, елімді бір надандықтан алып шығуға күресетін мықты маркетингті үйреніп, байыпкет сияқты академияға жұмысқа кіріп, халықты экономикалық тұрғыдан бір гүлденуіне өзімді осы жерде көріп тұрмын деп, бірақ ниеті қызмет деңгейінде, Алла разылығы үшін бұл мен емес. Немесе маркетингті жақсы көрем. Стив Джобсты оқығам, Илон Маскты білем, маркетинг деген менің ойымша бұл әлемді өзгертудің бір формуласы деп жақсы көріп келемін. Қандай деңгейде келеді осы нәрсені білу. Адам жақсы офис, жылы пенсионка, керемет коллектив, білмеймін, там бонустар үшін келіп жатыр ма, жылына бір рет Дубайға жібереді екен деп. Немесе шынымен де жыртатын коллективтің ішінде жүргісі келе ме? Осы нәрсені қаншалықты тексере аласыз? Сұрақ қоясыз, білмеймін. Саған 3 компания, бірдей 3 компания, мысалы үшін 500 мың теңгелік не суть? Ақшасы жұмыс істейсің ба деген ұсыныс берді. Қалай таңдайсың? Қандай критериймен таңдайсың? Біріншіден офис менің үйіме жақын болу керек. Мен достықта тұрам. Қажымұқаның қасынан офис болсын, примерно жақын 5 минуттық жерде десе, пошел. Жоқ, мен білмеймін, сондай бір өзіне керекті нәрселерін айтып, жоқ, братан, сен мотивацияң кем дегенде, маған маркетинг ұнайды. Мен маркетингпен айналысқаннан кайфовать етемін. Бұрынғы білмеймін, там бастықтарым маған свобода бермеді деген сияқты адамдар болса, кішкене бір тыңдап шығуға болады деген сияқты нәрсе. Енді осы жерде қосатын нәрсе төртінші, бұл адамның жеке қабілеттері. Қаншалықты сіз адамға сұрақтар қою арқылы оның жауапкершілігін тексере аласыз. Қаншалықты оның өтірік алдайтын, өтірік алдамайтын тексере аласыз. Қаншалықты оның настроениясын, вайбын, настроениясы бір көңіл күйі, рухы бір биік адам ба, немесе алдыңызда бір чмошник отыр ма. Осы нәрселер тоже өте қатты влиять етеді адамның жеке қабілеттері. Ол үшін әртүрлі тесттер бар, білмеймін, Гэллоптан бастап жеке қабілеттері, тағысын тағы деген сияқты тесттер. Енгізе аласыз ба, енгізе алмайсыз ба? Жалпы адамды жұмысқа алу, мықты маркетинг команда құру деген бұл жүйелі кәсіпкердің ғана қолынан келетін нәрсе, элементарны бір нәрсе. Мен мысалы үшін собеседование кезінде адамның бұрынғы жұмыс орнының телефонын алып, бұрынғы бастығымен сөйлесем. Егер де сізде бұндай деңгейде
картинаңызда болмаса, простите меня, мен сізден қарағанда лучше тауып аламын маркетолог. Неге? Себебі сіз сұрамайсыз, звондамайсыз, білмеймін, тексермейсіз, а мен тексеремін. Сондықтан да мен жақсы маркетолог табамын. Сол, құрметті маркетологтар, собеседованияға барудан қорықпаңыздар, өздеріңізді сатыңыздар, реально профессионал екендеріңізді көрсетіңіздер. Себебі қазір экономикамыздың деңгейінде мықты компаниялар аз, бірақ ертең мықты компаниялар өте көп болады. Барлығы жүйелі кәсіп жасайды, барлығында HR мамандар болады, барлығы осындай собеседованияның арқасында сіздер жұмысқа алады. Google-ға, Microsoft-қа, Booking-қа, басқа жерге кірген кезде сіздер білмеймін бірнеше айлық собеседование өтесіздер. Ондай собеседованияды өтудің бірден бір керек қабілет, білім. Сондықтан Байыпкет академиясына оқуға келіңіздер. Кәсіпкерлер егерде маркетингті түсінбесеңіздер, бастарыңызға картина болу үшін, сосын сол картинаны командаларыңыздан талап етіп басқару үшін Байыпкет академиясына келіңіздер. Бірінші маркетинг, клиентті қалай өзімнің компанияма тартам, одан кейін продажы қалай оған сатам, одан кейін білмеймін, басқару бар, HR бар, тағы өнім жасау бар, кайдзені бар, финансы бар, докручивать етесіздер. Кемінде білмеймін, қаржылай тәуелсіз болғыларыңыз келсе, маркетингті оқу менің ойымша бизнесменге парыз білімдердің бірі. Сау!